Çağırıp hoş geldin Ramazan ayı. Üzülmesin 30 gün orazam deyim. Sağındım Ramazan, kadirlim Ramazan. Yerimge bölüşüm sen, canımdır Ramazan. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Ramazan. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah Ramazan. Geldi Ramazan. Qasiyetde qalqan kundan istay. 12 aydın sultanı Qoran tüsken ay. Hajabım Ramazan, hazalım Ramazan. Jaratkan yüzündü nazara Ramazan. Elhamdülillah. Ал енді ассалаумағалейкум қадірменді де құрметті ауылдастар, жерлестер, әке шешелер, аға апай, іні қарындастар. Міне бүгінгі біздің паниден бақилық болған сыныптастарымызға түсіргелі отырған Құран қатынымызға және де ауыл халқына Аллахтың разылығы үшін бергелі отырған қатынға келген қадамдарыңызға Аллахтың разылығы болсын. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Енді мына жақтан ақсақалымыздан астқа басқа бата соғылсақ, иләмин. Амин Аллах. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Әр нәрседен атам қазақ айтпақша әр нәрсенің бастамасы ең бірінші батадан басталады. Мына бүгінгі енді алғашқы жасап отырған биылғы жылғы енді кездесуімізге деген жақсы ниетпен бастап отырған алғашқы қадамымыз ең әуелден осы төрде отырған Айғаз атамыздан өзінің балаларына деген бір бата алып алсақ деген ниеттеміз ақсақалдан.
Allah'a bak versin, bas versin, daha ömür rast versin, ketmez devletlerin değer versin. Amin. Ömürler üstü olsun, gelecekte de üstü olsun. Allah köpük жақсылық versin. Балаларға бақ versin, daha ömür rast versin. Amin. Hak mol olsun. Mağımızın tövbe olsun, kevkleriniz uzun olsun. Amin. Allahu Ekber. Aksakal. Da, Kur'an babata jümettik. Aksakal. Kurban babata jümet koy. Etkiniz жылы düşünüp балаларыңыздың көзінде көріп киіп жүріңіз еді. Кепшіңіздер. Ал енді құрметті әке, шешелер, мына жерге сіздерді мына ортаға шақырып тұрған себебіміз сіздерді жылатуға емес, жұбатуға шақырып тұрмыз. Енді сіздердің балаларыңыз тай құлындай тебісіп, бірге өскен жүрегіміздегі қимас аяулы жандар еді. Бұл тағдырдың жолымен енді мына балаларыңыздың көзіндей көріп жүріңіздер. Белдеулеріңізден ат кетпесін, дастархандарыңыздан майлы ас кетпесін деп аз да болса сый-сияпатымыз бар еді, соны қабыл алсаңыздар. Шешіп отырыңыздар. Не деймін? Бүгін мына балаларымды көріп, бөліп сезбей тұрмын. Менің Sabır etiniz ağa, sabır etiniz. мен келіп тұрмын. Енді балаларым бақытты болыңдар, дендері сау болсын. Осы 20 жылдарында өте түсіндер. Сендерге бақыт тілеймін. Рахмет көп. Ал енді мына Қырғатта 20 жылдық өткізіп отырған менің мақпалымның класстастары барлықтарыңа көп ризамын. 10 жылдықта да өстіп шақырдыңдар, бәріміз келдік, ақыл түсіріп жатсыңдар. Менің балам негізі мектепте оқып жүрді, артист болды, білесіңдер ғой, жас кетті. Барлықтарыңа ризамын. Мына келе жатқан наурыз мерекелері құтты болсын. Бастап жатқан бастамаларың оңды болсын. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Бақ береке рызық болсын, наурызыңыз құтты болсын. Барлықтарыңа зор денсаулық тілеймін. Құрметті ауылдастар, биылғы мектеп бітіргендеріне 20 жыл болған түлектер. Мына енді бастап жатқан істеріңіз қабыл болсын. Құрметті көпшілік, енді оразаларыңыз қабыл болсын. Көп нәрсе айтайын келген, мына балаларды көріп, жүрегіміз ауырып, бәрі есімізге түсіп тұр, айып етпеңіздер. Осы балалармен бірге мен туған сіңілім оқып еді. 10 жылдан ас кетті, өмірден өткеніне. Аяқ астынан ауырып, ортамыздан кете берді, Алланың ісіне шара жоқ екен. Сіңілім қайтыс болғаннан кейін, анам да біраз уақыттан өмірден өтіп кетті. Не айтамыз, балалар сіздерге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Енді бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, төрт кездеріңіз түгел, бауырларыңыз бүтін болсын, орталарыңыз азаймасын. Апайларыңыздың ісін жалғап, жылдағы дәстүр бойынша ауылымызға жақсы шара өткізейін деп отырсыздар. Істеріңізге сәттілік, ертеңгі күнге. Аман есен болыңыздар.
әрқашан жолдарыңыз болсын. Осы 10 жыл кездесу болған кезде де балалар мешітте қатын өткізіп шақырып еді, ол кезде анам өмірде бар болатын. Балаларды көргенде бәрі көз алдына келіп, жашылықта білмейміз ғой, күйдің тірлікпен бүгін бәрі есіне түсті. Не айтам енді үлкен рахмет, алғыс. Алла разы болсын, түсіріп жатқан қатындарыңыз қабыл болсын, сауаптан болсын. Рахмет. Енді міне тағы да сіздердің көңілдеріңізді босатып, енді естеріңізге балаларыңызды салу үшін емес, шынымен де, шын ниетпен де, міне осы жерде тұрған ұл қызымыз бар, қай-қайсымызды көрсеңіздер де дәл өз балаларыңыздай сіздерге қызмет етеміз, және де өз балаларыңызды қалай жұмсасаңыздар да солай жұмсауға қақыларыңыз бар деген ниетімізбен. Рахмет, көп-көп сабыр етіңіздер, Аллах Тағала сіздерге сабыр берсін, тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Рахмет. Біздің енді 45-ші түлектер дейді, осы Тоғас Батыр атындағы орта мектебінің 45-ші түлектері. Бүгін сауапты іс, ораза айында, қасиетті айда сіздерге кішігірім ауызашар беріп, өмірден озған сыныптастарымызды еске алып, бір кішігірім сауапты іс жасап жатырмыз, қабыл болсын деп тілеймін. Осы беріліп жатқан ауызашар сонымен қатар біздің енді өмірден озған сыныптастарымызды біз қайғыра еске аламыз әрқашанда. Айгерім, Мақпал, Ақмарал барлығы бала күнімізде бірге өскен, бірге жүрген, әрқайсының біздің өмірімізде бір орындары бар адамдар. Біз әрқашанда оларды есімізден шығармаймыз, сағына еске аламыз. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын, артында қалған ата-анасына солардың сүрмеген жасын берсін, ұзақ өмір сүріңіздер, сіздерге бар жақсылықты тілейміз. Одан кейін біздің сынып жетекшіміз, өздеріңіз білесіздер, Нұрсағат апайдың да өмірден озған болатын. Бірінші сыныптан бізге әріп танытып, бастауышта білімнің негізін қалаған ол біздің Нұрсағат апай болатын, Нұрсипатова, өздеріңіз білесіздер. Енді ол кісіні де еске алмай кеткеніміз дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан енді кішігірім жаңа ата-аналарымызға бізден естелік болсын деп азын-аулақ сыйлығымызды беріп жатырмыз. Сонымен қатар Гүлжан апай келді ме екен бүгін? Мұқатова. Нұрсағат апайдың қызы Гүлжан апайға тоже азын-аулақ кішкене сыйлық. Жаңағы Нұрсағат апайдың өзінің 2 немересі бар, Айдос пен Арайға ораза айында кішігірім бізден сыйлық болсын деген ниетпен қаржылай азын-аулақ сыйлығымыз бар. Соны Гүлжан апайға аманат етіп табыс етеміз. Ары қарай жазда басқа да мұғалімдерімізге өзіміздің сыйлықтарымыз болады. Бүгінгі беріліп жатқан қатым сауапты болсын. Барлықтарыңызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Асықпай ішіп жеп отырыңыздар. Ертеңгі мына іс-шараға сәттілік тілеймін сыныптастарыма. Сол рахмет сіздерге көп-көп. Әмин, ниеттеріңіз қабыл болсын енді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты ағайын, құрметті көпшілік қауым. Әуелі баршаңыздан қасиетті Рамазан айының жұмасы өткенде жаратушы осы айдың күнін берекетін берсін. Сіздердің осы бір жайылған дастарханға сыйлап құрметтеп келіп отырғандарыңызға әлбетте Аллам разы болсын. Жаңа айтылып жатыр дұрыс айтады негізі. Тыңдалмаған сөз жетім дейді. Кешегі аталы сөзге тоқтаған сөз қалған ба? Аталы сөзге арсы ғана тоқтамайды дейді. Сөйлей білген, сөздің қадірін білген алаштың ұрпағымыз, Алланың ұлымыз. Олай болса, қай жерде бір табақ ет жегілмей жатыр, қай жерде бір шай ішілмей жатыр. Осыны бір жаттан сөз емес, кішкентай мағынасына мәніне терең ойланып отырсақ. Мына алдындағы асқа қарап, кішкентай ой жүгіртіп отырмын. Осы алдымыздағы жайылған дастарханда мына құрақ ұшып жүрген ұлдарыңыз бен қыздарыңыздың адал еңбегі маңдай келіп жатыр. Өкінішке орай кейде көп нәрсені қалыпты жағдай қабылдаймыз. Солай болу керек сияқты. Жоқ, олай емес. Әуелі Алла, екінші ниет, бейіл, ықылас, әрекет, соның берекеті. Олай болса, айналайын құлындарым, артта есіп жатқан бауырларым, қарындастарым, сендерге Алла разы болсын. Сол қаражаттарыңды бала шағаларың аузынан жүріп, үнінде осы бір қасиетті Рамазан айымен қатар келіп жатқан әз наурызбен үйлестіріп, анау
кіндік қандарын тамғаны шығар, бар шығар, жоқ шығар, туып өскен ауылды мекендеріне келіп, оймақтай ойшылыққа келіп, еліңе халқына дастархан жаю бұл үлкен нәрсе. Қадіріне жете алсақ, бағалай алсақ әлбетте. Олай болса, Аллам қабыл қылсын. Бағаламасаң бақ кетеді дейді. Жаңыл балықтың қонғаны білмейді, ұшқанын біледі дейді. Бұл кешегі бабадан қалған, ұлына қалған өсиет, ұрпағына қалған өсиет. Сол өсиетті, өсекті емес, өсиетті көкірегіне сүйген, соны санасына сіңірген ұрпақтарыңыз аман болсын. Ауылдың халқына көңіл көтеріп, той жасап, басқа да іс-шара ұйымдастырып жатқандары неге сайлап? Неге бар нәрсеге мақтанбасқа? Неге соған қуанбасқа? Неге құдіретке шүкіршілік айтпасқа? Әлбетте, ол да сіздердің алдыңғы аталарымыздан, мына жоғарыда отырған әкелеріміз бен аналарымыздың тәрбиесі, тәлімі берген рухани жемісінің бір көрінісі. Аллам уайым осы баянды қылсын, берекені қылсын. Жаңа кішкентай бір көңілді түсіретін көрініске қарап ойланасың. Тас түскен жерін ауыр дейді. Осыған келіп отырған жаңа әкелер, Мұратбек ағамдар, тіпті шығармасаңыздар да бұл кісілердің беттері күліп тұрғанмен ар жақтарын қара мысық, іштері қара мысықтарынан ұлып тұрды. Сендерді көргенде міндетті түрде бауыр еті баласына есіне түсті. Іші жылап тұрды, қан жылап тұрды былайша айтқанда. Заңдылық. Біздердің қайсыбіріміз жүрсек, ол мықтылығын аз емес, кеткені бір әлсіздігінен емес, тағдыр деген нәрсе бар, пешереге жазылған деген нәрсе бар. Осындай нәрсені кішкентай ой жүгіртіп отырған дұрыс осындай жерде. Және жүріп жатқан қасиетті айда әз науырмен жүретін бір тілектің, ниеттің, түйісіп, жүректің жұдырықтай болып бірігіп тұрған уақытындағы дұғалардың, тілектердің қабыл болатын сәтінде жақсы бір дұғада, тілекте, ықылас бейілде отырғанымыз да жақсы. Әрине, сүйіп үлесіп, әңгімелесіп, үлкен берекет қойылсын. Әсер қарындасым айтқандай, көкірегім сайрап тұр, Құдай түрді байлап тұр дейді. Абайдың өзі айтқан екен, іштегі сөзің шыққанды шашырап кетеді деп. Енді соның біріне Алла тағалам әрқайсыңыздың бір ниет пейіліңізді, тілегіңізді қабыл қылсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ел іргесінде тыныштық болып, сіздер халық аман болып, әмса бір жақсы уақыттарда береке бірлікте басымыз қосыла берсін. Алла тағалам санаулы уақыттары қалды міне. Соңғы 10 күндігінің басталып кетті, бірақ апта қалды. Қасиетті қадір түні де осы оның ішінде. Олай болса, осы бір аз уақыттарды береке мен жақсылықта өткізу нәсіп етсін, соңынан өзі қуат берсін. Рамазаннан Рамазанға, айттан айтқа аманшылықта, жақсылықта жете беріңіздер. Халық аман болсын, сіздер аман болыңыздар. Бәрі халықпен, көпшілікпен. Сол сөздің басы, істің басы, бисмилла деп, яғни Алланың атымен бастайын деп кеше бабаның ұрпағы келіп, бір қадамдарын, ұлы қадамдарын шүкіршілік ретінде, нығмет ретінде елімен халқымен кетіп өлісіп отыр екен. Алла берекелі қылсын. Көптің ықыласын ала қойыңдар. Үлкендердің батасы дарысын. Алла тағала жақсылықта бас қосуды нәсіп етсін. Yaratқан құдірет, жарылқайғы, мағфират етіп Аллам мәрхәмәтіңді түсірегі, huzurunda аманшылықта қауыштырған
аяқталып қалған санаулы күндері қалған қасиетті Рамазан шарифті баршамыз үшін Раббым берекелі қыла гөр. Осы қасиетті Рамазан шарифтің құрметіне де ризашылығына үміт етіп, тұтып жатқан оразамызды, жасап жатқан ибадат құлшылықтарымызды, атқарып жатқан қандай да бір ізгі амалдарды, беріліп жатқан садақаларды, тілеп жатқан дұға тілектерді қабыл ете гөр. Я Раббым, бүгінгі қасиетті Сәйид Аян жұманың берекетін нәсіп ете гөр. Оқылған қасиетті кәлам шарифтің шапағатын нәсіп ете гөр. Алыс жақыннан келіп ізгі ниетпен қол жайып отырған пенделердің дұға тілеген бір өзін қабыл ете гөр. Осыған себепші болып, қасиетті айдың құрметіне дастархан жайған құлдарыңнан бір өзің разы бола гөр. Я Раббым, әрқайсының шаңырағына тыныштық, ынтымақ, береке, бірлік бере гөр. Ырзық несілік адалынан молынан бере гөр. Атқарып жүрген кәсіптерде берекет бере гөр. Өсіп ұрпақтарына амандық бере гөр. Әртүрлі бәлеқалар кесапатыңнан сақта. Алла расуларының шығар биіктерін мол қыла гөр. Жаратқан Алланың әмса бір өзің жар бола гөр. Күні мұсылман қауымын құдірет жаратқай гөр. Халқына амандық бер Алла, ел іргесі тыныштық бер жаратқан. Я Раббым, біздерді алаусыздықтан, араздықтан, адасушылықтан сақта. Я Раббым, Аллам, санаулы уақыттар қалған өзің қуат беріп, келер қасиетті Рамазан шарифті басын заман, бауырымыз бүтін жақсылықта қауышуды нәсіп ете гөр. Берекетіңді нәсіп қылып, пәлекетіңді құдіретімізден қашық ете гөр. Осы бір аяттардан, салауаттардан болған сауапты ең әуелі Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның аруағы нұры шарифіне және көрген түстей болып бір сәтте ғана жау деді өте шығатын осы бір бес күні кәне жалған дүниеден бақилық болып кеткен осындай бір қасиетті айдарында ұрпағына дұға тілек еткен барша ата бабамызға кешегі жетім жесір кеткен жоқтаусыз жоқ сұраусыз жоқ әркімге сүйектері шаш қақпаған қандастарымыздың аруағы нұры шарифіне ізгі ниетпен алыс жақыннан келіп әмині қол жиған көпшіліктен өткен көкірегімізде отырған көңілімізде жүрген барша бақилық болып кеткен жақын туған ата бабаларымызға я Раббым Аллам және осы қасиетті Рамазан шарифтің құрметіне жайылған берекелі дастарханнан болған сауапты көпшіліктің сый құрметпенге жасап отырған дұғасын оқылған сағир хатының сауабын сыныптасымыз Дәулетбекқызы Ақмарал марқұмға, Мұратбекқызы Айгерім марқұмға, Жұмағазықызы Мақпал марқұмға, ұстазымыз Байтақырқызы Мұстағат марқұмға және күйеу баламыз Жұмағазы ұлы Нұржан марқұмның рұқсатына бақсат. Әмин. Я Раббым, осы бір жоғарыдағы аттары аталып жатқан аруақтардың нұр шариф хақысына сауабын нәсіп ете гөр. Біздерден құдірет жарылқан қабыл ете гөр. Марқұмдардың рухтарын шад-шадыман ете гөр. Кешірім айны шапағатын нәсіп ете гөр. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтар торқа болсын, жерлері жәннатта болсын. Алладан рақым, пайғамбарымыздың шапағаты болсын. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل خير خاتم محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله الله. Ал құрметті ауылдастар, қадірлемді ағалар, апайлар, бауыр қарындастар, ең біріншіден қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Енді мынау жылдағы дәстүр бойынша 20 жылдықтың кезегі биыл міне бізге де келіп жетті. Енді амандық болса ертең әз наурыз мерекесіне орай өткізетін мәдени спорттық іс-шараларымызды жоспарлап отырмыз. Бірақ енді ең алдымен қасиетті ай болғандықтан осы сіздерді ақ-дастархан басына шақырып, Рамазан айының құрметіне және осы өмірден өткен сыныптастарымыздың рухына Құран хатын түсіру мақсатында өздеріңізді осы ақ-дастарханға жинап отырмыз. Келіп алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осы сыныптастардың атынан көп алғысымызды айтамыз. Құрметті жамағат, келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Бүгінгі біздің түсіріп отырған хатымыз сауапқа жазылсын. Барлықтарыңыздың дендеріңізге сауап тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Тек жақсылықта, қуанышта кездесіп жүре берейік. Ертеңгі күнге бізге сәттілік. Айолы, аналар, ағалар, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Бүгінде біздің өзіміздің ауызғы шарымызға келгенде, қазір Секен досым айтып кеткендей, ең бірінші қымбат адамға уақыттарыңызды бөліп кеткеніңізге көп-көп рахмет. Ең біріншіден енді міне сыныптастарымыз Ақмарал, Мақпал, Агент ұстады ата-аналарына көп-көп рахмет. Балаларының осындай ортаға шақырып отырғанына да келіп, сіздерге де көп рахмет. Енді барлықтарыңызға алда наурыз айларыңыз құтты болсын, отбасыларыңызға береке бірлік, тек дастархандарыңыз барлық аққа жайылып, көңіліңіз тек тоқ бола берсін. Рахмет сіздерге көп-көп. Ал енді
Ал ардатты ағайын, мына өмірде айтады ғой, жақсылық пен жамандық қатар егізде. Сонда да, дей тұра да, жамандықтан көрі, ауылымыздың іргесінде кіндік қанымыз тамған жерде, жамандықтан көрі, жақсылығымыз басымырақ боп, тек кәнек ауылымызға еркелеп, тойға кәнек келген қадамдарыңыз сауаптан болсын. Рахмет барлықтарыңызға, Аллахтың разылығы болсын. жерден төриге бауыры жалып науақар бабы мені ғана жібейді. Наурыз күніге жерден төриге шашылып ырыс шанақтан шақырып бірі-біріді шаттанушы еді біріге. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбағаң сапарға кеткен ұлдарға. наурыз айы туғанда. Осынау үйге кең жерде наурыз айы келгенде, наурыз тойы болғанда келіп ем өмір орманға. Осынау үйге кең жерде наурыз тойы келгенде, көрмегендер де арманда оны көргенде. Наурыз тойы келгенде, наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда, Сақталушы еді сыбаға сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын. қайғы уайым жоқ болсын. Ұлыс бақытты болсын, төрттілік ақты болсын, қуаныштарыңыз көп болсын. Наурыз құтты болсын. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Дәстүрімізге айналған ұлыстың ұл күні наурыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлыс мереке сіздерге тек жақсылығын әкелсін.
Nauruz келді жарың қақты таң күліп, жап-жасыл боп кетті дүние жаңғырып. Жақсылыққа жаршы болған наурыз, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Құрметті ауыл тұрғындары, мерекемізді бастамас бұрын сөз кезегін ауылымыздың әкімі Нәсіліп Тілек Еркінғазыұлына береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін ауылымызда, елімізде, жерімізде үлкен дүбірлі той. Бұл ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын барлықтарыңызға. Бұл Наурыз мерекесі биыл өзі 2025 жақсы ай, жақсы күн ораза айымен қатарлас келген жайы бар. Осы ораза айында ауылымыздың үлкендері 1985 жылғы Тоғас Батыр орта мектебін бітірген азамат пен азаматшаларымыз ауызашар беріп халыққа бір үлкен ізгі іс, болашақта арттағы ұрпаққа үлгі өнеге көрсеткен жайы бар. Енді тағы бір айта кететін шаруа, бізде ауылымызда жылдан жылға киіз үйлердің саны көбейіп, Наурыз мерекесі ұлғайып, халқымыз тойлап жүрген жағдайы бар. Бұл мына ауылымыздағы көше сайысы 20 жылдықтардың ұйымдастыруымен жаңа құрылыс көшесі өздеріңіз көргендей былтырда үлкен деңгейде биылғы 10 күндікте өздерінің қазақтың ұлттық мерекесін толығымен көрсетіп жатқан жайы бар. Өздеріңіз бағасын бере жатасыздар. Келесі құттықтау сөз ауылымыздағы ақсақалдар алқасының төрағасы Мақсұт атаға береміз. Құрметті ауыл тұрғындары, ақсақалдар, ағзалықты аналар, қарындастар, бауырлар, бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз тойымыз қайырлы құтты болсын. Мынау 26-тарға көп рахмет. Ауылымыздан шыққан ұлдар мен қыздарымызға басымызды иіп рахмет айтамыз. Кеше орталарынан кеткен 3 кластасына, класс жетекшілеріне қатын түсіріп, ауылымыздың самұрық кафесінде бүткіл ауылға қатын түсірді. Көп рахмет жігіттер. Тойларың құтты болсын. Аман болыңдар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет ауыл халқына. Мерекемізді бастамас бұрын ауылымыздың ағасы Кәкен атаға бата сұрайық. Құрметті ауыл тұрғындары, ауылдастар, ағайын, Наурыз мейрамына бата берін. Уағалайық, ұрысың оң болсын, ақ мол болсын, дастарқан байлығын берсін, деніміздің саулығын берсін, шаңырақтарын шайқалмасын, бақ дәулет ортаймасын, жаратқан ием жар болып, не сұрасаң да қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақниет әжелер тобының шашуын қарсы алыңыздар. Бастамас бұрын ауылымыздың 2005 жылы бітірген 45-ші түлектерді ортаға шақырайық. Эстафета қарсы алады. Құрметті ағайын, былтырғы 20 жылдықтар
87'лер аға апайларымызға деген мына жерде эстафета алмасу сәтіне куә болсақ бармыз. Кешегі ауа райы мен бүгінгі ауа райын салыстырсақ, мынау бүгінгі бізге берген Алланың нұры деп қабылдап, барлығымыз тойымызды көңілді өткізуге нәсіп етсін баршамызға. Былтырғы 20 жылдық біздің аға апайларымызды қарсы алайық. Уақыт өткен екен қасқағым 86 мен 87'лер. Ассалаумағалейкум ауыл тұрғындары. Келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын. Жылдан жылға осып тойлап жүре берейік. Мына 20 жылдықтар мейрамдарың құтты болсын, наурыздарың. Осып жақсы өткізіңдер. Жылдан жылға тойлана берсін. Міне біздің ауылда кешқан бір дәстүр сияқты ғой жылдан жылға. Сендердің арттарында бауырларың осылай жасай берсін. Береке бірлік болсын. Қазір шапқал тұрған тайларың сүрінбей, бала құламай, аман есен жақсы өтуге тілектеспіз. Деніміз сау болсын. Береке бірлік дегені шапқылап жүре берейік. Ойшылыкты әрдайым той ғана болсын. Армысыздар, құрметті ойшылық ауылының тұрғындары. Бүгінгі қазақтың жаңа жылы Наурыз мерекесі барлығыңызға құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңыздар да жол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк байрағымыз мәңгі төбемізде желбірей берсін. Енді бүгінде міне аға әпкелерінің сара жолын жалғастырып, биылғы міне 2005 түлектері әпке ағаларының жолын жалғап міне бүгін тойларын бастап жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, атақ абыроймен жақсы өткізіңіздер. Енді былтырғы бізге 2003-тің түлектерінің табыс еткен эстафетасы жылдан жылға жалғасын табады деген сол аға әпкелеріміздің ары қарай ізін жалғап, бізде сіздерге бір азнаулық сыйымызды алып құттықтап келген жайымыз бар. Енді эстафетамызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Алған міндет абыроймен ақталды, ата салты дәстүріміз сақталды. Алла куә, ауылдастар достымыз үлгі тұтар ісімізбен мақтанды. Ол әрине мерейді де асырды, асқа қоймен жарқыраттық ғасырды. Сендерге де тек жақсылық тілейміз, алады деп ең бір биік асқарды. Білімдіні үлгі тұтып жүріңдер, жақсылыққа шаттаныңдар, күліңдер. Мақтанышы бола біліп ауылдың, кездесуді жақсы өткізе біліңдер. Сенімімен қарап алған күндерге, шығып тұрып қасиетті мінберге, жақсы күннің болады деп жаршысы эстафета ұсынамыз сіздерге. Жалғаса берсін, ары қарайда осы күн тойларын, жастағы тойларын абыроймен аяқтасын. Мерекелерің тағы да құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын ағайын. Бір кластан тату тәтті сыйы өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Ойшылық жұлдызымсың сөнбес менің, зор мақтан сенде туып сенде өскенім. Жүрек жарды сәлемді қабыл алғын, армысыздар құрметті жерлестерім. Кетсе де жылдар тарих беттерінде, жүрсек те еліміздің шет шегінде, кір жуып кіндік кескен туған жерді болмайды ұмытуға жек көруге. 2025-тің көктемінде бас қосып Тарбағатай бөктерінде 20 жылдық эстафета алу үшін Киелі Тоғас Батыр мектебінде білім алған түлектер көп келуде. Сіздерді биыл біздер алмастырып, әкетеміз дәстүрді жалғастырып, осы үрдісті үзбеуге жүргізуге келер жыл інілер де қалмас тынып. Рахмет көп. Ал енді аға апайлар сіздерге көп рахмет. Жолдарыңызды
бізге берсін деген ниеттеміз. Өтіп кетті ау 20 жас 24-імде қайғылындай тексіп бірге оқыған енді міне кездесті қайда мектепте. Мына баршаңызды ең әуелі айлардың сұлтаны ораза айы қабыл болсын, ұстаған оразаларыңыз мүбәрәк болсын, және де ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын дегіміз келеді. Сіздерге Тоғыз Батыр атындағы мектептің 2005 жылы бітірген 45-ші түлектердің сіздерге біраз дайындаған іс-шаралармен таныстыра кетсек, ең бірінші болатын қазағымыздың салт дәстүрін, әдет ғұрпын жаңарту мақсатында ең бірінші көше сайысы болады, және де 2,5 шақырымдық тай бәйгесі болады. Және де осы түлектердің өздеріне арнап жаздырған 20 жылдыққа арналған әнін осындай айтулы мерекеде қасиетті айда осы жерде тұсауын кескелі отырмыз.
Tағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім елден ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың мұңы аңсатты, кейбір тірлікті жүрмен сулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа, аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазым, сүйіп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазым, сүйіп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармаса белгім болмайды. Сырсыңдашы, тілеймін елге маңдайды. Ет жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде, азайып қаптау сол қайғы. Қосам және. Ауылға барам, бәріне дуыс ел жаққа. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазым, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазым, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Рахмет болды. Ауылым жасай берсін. Болашақ еліміздің және ауылымыздың асқақтататын тұлпарларына беріледі. Бірінші тай көк ойнақ шабандозы Қайырбек, тай иесі Камалбек Алмат. Міне қолшы балақта отырамыз тұлпарларымызға. Екінші елік жирен шабандозы Ерасыл, тай иесі Тоқтаров Әділет. Бұл 20 жылға ташыпқан елік жирен қайда келе? Қошеметтеп қойыңыздар, қошеметтеп. Үшінші ару шабандозы Қызырып Әміржан, тай иесі Айдынұлы Базарбай. Төртінші елік құла шабандозы Аманжолұлы Бекжан, тай иесі Ринат. Бұл да міне 20 жылдың атынан қосылып отырған, Айтқожа Ринаттың атынан қосылып отырған тай міне. Қошеметтеп қойыңыздар, қошеметтеп. Бесінші Ботагөз шабандозы Тоқаш, ат иесі Талғатбеков Әділет. Алтыншы Ай шабандозы Ерасыл, ат иесі Ерғазылы Ерназар. Жетінші Бала Қоңыр шабандозы Алихан, тай иесі Ерғазылы Ерназар. Бақыт торы шабандозы Ерасыл, тай иесі Исламғазы Думан. 9-шы Бұйрық шабандозы Сұлтан, тай иесі Кәрімбек Амангелді. Ақбақай шабандозы Айбек, тай иесі Асайынов Дәурен. Золотой шабандозы Мержан, тай иесі Тоқшаринов Дастан. Ажере қолшы бала. Қошеметтеп қойыңыздар, қошеметтеп. 12-ші Мұзбалақ шабандозы Байжан Бағжан, тай иесі Мұхамеджан Мұратжан. Батыр шабандозы Мейіржан Олжас, тай иесі Ринат Айтқожин. Көз мойнақ шабандозы Юсупжан Әділжан, тай иесі Әшімов Ернат.
Камышкулак, шабандозы Исламбеков, Ернур тай иесі Ринат. 16-шы красавчик, шабандозы Аян тай иесі Айғазиев Бауыржан. 17-ші Медина Қасқа, шабандозы Сералы, тай иесі Кәмжанов Бейбіт. Мой мир, шабандозы Шыңғыс тай иесі Кеңесов Ернат. Алтын қазық, шабандозы Параса, той иесі Мұқашев Жасулан. Омбыра Қасқа, шабандозы Оңғасынов Мәди. Ати тай иесі де Оңғасынов Мәди. Нұр Қасқа, Әлібек Бейбарыс, тай иесі Кәмжан Бейбіт. Ер Қасқа, шабандозы Жамбол, тай иесі Бека. Кербалақ, шабандозы Ерсін, тай иесі Ринат. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмек етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. Ожаратқан баланы сақтай көр өзің, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтама. Ақжол көшесіне бір шапалақтан соғып қойсаңыздар. Және де екінші болып өнер көрсететін, тек қана чемпион керек болып үйренген көше жаңа құрылыс көшесіне бір шапалақтан. Көше сайысы дейміз. Яғни сайыс дегеннен кейін атының өзі айтып тұр, жарыс. Бұл жарыста ең бірінші әділдік болу керек. Ал әділдік болу үшін
әділ қазылары болу керек. Сол себептен де ешқайдан тартпай, бүйрек бұрмаушылық болмасын. Енді мына адамдарда көріп тұр, адамдардан бұрын осындай қасиетті айда көріп тұр ғой деген ниетпен бәрі әділ болсын деген ойменен өз арамыздан төрешілерді сайлап шығардық. Төрешілермен таныс болсақ, сыныптасымыз, класстас ұлдардан Ерлан, және де класстас қызымыз Жазира, және де сонау мына біздің класстас қызымызды сыйлап, сонау Зайсаннан атты ирлетке отырған Дархан күйеу бала. Және де қайда болсам да тек қана күйеуіммен бірге болам деп күйеуін шыдап тұрған Гүлнар келінімізде. Мына жерде мынау той, мынау береке, осы кісілердің айтқан шешімдері, бағалауларымен ешкім дауласпаймыз, ешкім бүйрек бұруш жасамаймыз. Мына жерде жігіттер, қыздар, сіздерге осындай қасиетті айда сіздерге үлкен мойындарыңызға жүк артылып тұр. Ең бірінші Ақжол көшесінің өнерлерін тамашалайық. Ортаға міне. Күн мен түн теңелген, ел ырысқа кенелген, дала нұрға бөленген, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Тарбағатайдың теріскейінде де алтын күрек желесіп, ойшылық ауылымызда да мереке мен берекенің бастауы Наурыз тойы басталды. Бұл ізгілік пен ынтымақтың мерекесі. Жыл басы, жаңару айы, ақ тілектер тоғысқан құтты да салиқалы ай. Наурызда бірліктің жақ шырағын, қариялар еске алсын жастығанын. Ақжол көшесінің тұрғынымыз, көріңіздер өнер мен бақ сынауын. Ұлы соң орасаңыз қабыл болсын, армысыздар жиналған жақсыларым. 60-80 жастағы зейнеткерлер Наурыз тойлар ойлары бар. Қазақы салт дәстүрмен киініп, сайысқа түсті бақсына. Алдымен көше аттарын таныстырайын. Аталарды құрметтеп еске алыңыздар. Алғашқы көше Аюпов Аққұлы деп аталған себебін біліңіздер. Көше аты Аюпов деп басталады. Дүйім жұрт атамызға бас еді. Ойшылық ауылының іргетасын, әрбір үйдің қабырғасын қалаған. Нәр беріп ел жұртына азық берген, аң аулап тау тасты кесіп жүрген, тебіскенің мол суын нәрлендіріп, арпа бидай тарысын егіп берген, еңбегінің жемісі Қызыл Ту орденін үкімет тағып берген. Екінші көше Шұбар Мәзбай ата диқаншы болып еңбек еткен, еңбегінің жемісі бағаланып, Ленин орденін кеудесіне тағып берген. Үшінші көше Нұғман болыс, би болыс атамызбен мақтанамыз. Еліміз тәуелсіздік алғаннан соң кім болғанын білгеннен соң атамызды айтып мақтанамыз. Төртінші көше Көлбай дейміз, төгіс-бөгіс тектінің мұлы дейміз. Халықтың бостандығын ойлаған, Алаштың ұстаз қайраткер, күрескер ұлы дейміз. Бесінші көше аты Ботабаева Және папа, ширек ғасыр ауылда еңбек қылған, әр балаға куәлік жасап беріп, халыққа сыйлы болған толған айдай. Өнерді көрсетпекпіз асықпай жай. Келесі кезекте көрініс тақырыбы ат тергеу. Ат тергеу ұмытылып қалған әдет ғұрып дәстүрі. Қазақ келіндерінің қайын жұртындағы үлкендерге және туыстарға олардың есімдерін атамай ерекше ат қою. Ат тергеудің маңызы келіннің қайын жұртына құрметпен қарауы, әдептілік, отбасының байланысын нығайту. Тәрбиелік мәні бұл дәстүр арқылы жас ұрпақты, үлкендерді сыйлауға, әдептілікке, мәдениеттілікке тәрбиелейді. Бүгін Ақжол көшесінде болыс сәулетінде ауыз ашар. Би ата мен би апаның шаңырағында
би атамның апайы Дәу апа, Жорға жезде би ата мен Бай апа, кіші ата мен кіші апаға қарасты қыз келіндер мен қайындары, немерелері, шөберелерімен жиналды. Осы әулетті басқарып отырған би апа әрбір қайындарына, келіндерге өз әулеттерін атамай, жанама қойған аттармен шақырады. Ой, биеке, кешеден бері үндемей қалдыңыз ғой, ана бүгінгі қонақ жайымызды, және мынау үйімізде болып жатқан болатын ауыз ашарымызға үлкендерді шақырып қойдық қой. Сізі кешеден бері ештеңе айтпадыңыз. Баламыздың, кенжеміздің биыл үйленетінін, осы Рамазан айынан үйленетінін айтсаңшы бір ауыз сөз. Қонақтарымыз келді ғой биеке. Ой байбішау, тыңдап ал. Менің кенже балам ершөгім үйленем деп жатыр. Осыған ауылымыздың үлкендерін, туыстарымызды, ағайын жора жолдастарымызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне байланысты солармен ақылдасып той жасауға, қонақ жасауға, ауыз аштыруға өзің үлкен ауылымыздың үлкендерін, туыстарымызды сол тойдың куәсі болсын, кіші ұлымның үйленуіне қарсы соған бәйбіше ағайын туысқа жеткіз. Мен сенен күтем, үндемей отырғаным сол. Кіші балам 9 бала өсірдім. 9-да үйлі, 8-де үйленіп, міне кіші балам ершөгім енді мына ұлыстың ұлым шаңырақ көтерін деп жатыр. Соған куә болыңыздар. Бәйбіше ұқтың ба? Менің көп құлағым естімейді дегенде. 88-ге келдім бәйбіше. 9 баланың анасысың ғой енді. Білем ғой биеке, білем ғой. Аллаға шүкір, ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырып, үлкен әулет болдық. Бүгінгі осы әулетке Бай атам, Бай апам, кіші атам, кіші апам келіп отыр. Алыс жолдан Дәу апамыз келді. Ол кісі міне өзінің бір ауыз сөзін айтам деп, бағанадан бері біз осы тойға еген дөмей отырсыңдар деп, сол кісі бізге маған жаңа біраз ескертіп еді. Дәу апам бір ауыз сөзін айтсын, сонан кейін сөйлейсің биеке-ау. Иә, естіп отырмын. Балаң үйленеді деп отыр. Баршамыз сол баланың қуаныш қызығына бәріміз жабылып аман есен өткізейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Биеке-ау, осы біз бар ғой, бүгін ауыз ашарды да ашып жерсек қалай қарайсың? Үлкен ағайын туған тойымызға да ақылдасуға да жиналып отыр. Енді мына Рамазанның ауыз ашарын ашып жерсек қалай болды? Оны да ескертіп қойсайшы биеке-ау. Құрметті ауылымыздың үлкендері, ағайын туыс, мен жаңа айттым ғой, кіші балам үйленеді, бәйбішем айтып ем, бәйбішем бәріне жеткізіпті. Кешке ауыз ашарға келіңіздер. Ұлыстың ұлы күні оразада, ар қарай тойды жер кепкенде, мынау күн айбат тылынған кезде, егін егіп болғаннан кейін, халық кішкене кеңейгенде бар үлкен той жасаймын бәйбіше. Соны да ескертіп қой. Бай ата, өзіңіз бір ауыз сөз айтып қойыңыз. Ал енді мен енді мұны бейағыға қосыламын енді сөзіне. Енді тойымыз тойға жалғассын, елге береке бірлік келсін, ақ мол болып, дендерімізге саулық берсін, аманшылық болып, тойда болайық. Абысыным, Бай апа, өзіңізде бір ауыз сөз айтыңыз енді көрсетіп. Қойылар, бәрі құтты болсын енді. Қосыламыз ғой бәрімізді. Наурыз тойымыз құтты болсын, қазақтың жаңа жылы.
бәріктеріңізге жақсылық тілеймін, жақсылық жұбымен, бақ-бағымен болсын босағадарына. Баладарымыз аман, тыныш заман болсын, аман есен келінімізді түсірейік. Ал енді мына кіші апа сіздерге мына тойды басқару, тойдың жабдықтарын және сойлатын малдарға өздерің ретімен айтыңыздар. Соятын малдардың бәрін түгел. Кіші апа, сіз өзіңіз айтыңыз бір ауыз сөзіңізді. Ал енді бүгінгі ұлыстың ұлы күні мына Рамазан, қасиетті Рамазан айының тұспа тұс деп отыр екен. Мына кішкентай қайнымыз дәп сол кезде үйленген ақылдасуымен тойына шақырып отыр. Балаларымыз бақытты болсын. Мына келіп жеткен наурыз айымыз берекелі де мерекелі, жақсы жыл болып, ел аман, жұрт тыныш болсын. Барлықтарыңызға жақсылық, тойымыз той қыласын, аман есен болыңыздар. Ой, кіші абысым, осы қойдың союын, малдың союын, және ана барлық дүниенің, мүліктердің барлығына өзің иелік жасайсың. Мына қайын сіңілдерің бар, Шашбаулым, Сырғалым, Айкөзім, Айкүмісім қайда? Айкүмісім, сендер осының барлығына ретін келтіресіңдер. Және әр нәрсенің, әр не күнде шақырылатын қонақтың барлық тізімдерін түгелдей жасап, кенже апаларыңа бересің. Ақылдасым. Мына ақылдасым бар, соны басқарып өзіңізде жөндейсіз. Ал енді Шашбаулым өзіңіз бір неңмен баста. Ал енді бүгін үлкен біздің атамыз, би атамыз бен би апамыздың үйінде үлкен той болатын болып отыр. Соған ақылдасу ретінде міне барлық ағайын туғандарын атап шақырып міне басымызды қосып отыр. Осыдан 2022 жылы күн осындай суық, әр есімде би апам аяқ астынан толғатып, содан би атам машина таба алмай ары бері шапқылап жүргенде, әрең дегенде осы Айталидың көк жүгіреймен апырғанбыз. Сол есімдерінде ме, естерінде бар ма? Бәрі сол есімізде міне. Сол ұлымыз міне бүгін 20-ға толыпты. Сол ұлдың тойын аяқтап бәріміз міне соған ақылдасқанға келіп отырмыз. Тойымыз тойға ұласын енді бияға, би атамыз. Біз де қалыс қалмай бәрінде жүгіреміз. Бауырымыз үшін жанымыз үшін. Енді бүгін би атамыз бен би апамыздың міне айтқаны болады ғой, енді осы кісілердің айтқаны енді тойын тойғыластырып енді думандатып тойымыз өтсін енді. Болыс әулетінде 3 ағайынды әулеттің қыздары мен келіндері, дәу апасы үлкен дастарханымызды жайып, ауыз ашарымызды ашып, ары қарай тойымыздың жалғасы Рамазан айынан кейін басталады. Ойбой! Қалай қол жайыңыздар, бата беріп. Ұлысың оң болсын, ақ мол болсын. Дастархан байлығын берсін, еліміздің саулығын берсін. Бақ дәулет ортаймасын. Жаратқан ең жар болып, не сұрасам да қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әумин. Қыл күндерінде бетінен сигізбеген апалар енді бетінен сүйіп қарт боп қалды. Би ата, осы ауыз ашарға жарапазан айтып балалар келді. Ой, кеттіргіз балаларды, үйімізге би ата балалар келді. Ой, рахмет балаларым міне. Міне микрофондарды. Дұрыстап жарапазан, халыққа қарабай. Айтамын жарапазан есігін қосыл берсін бесігіне. Қошқардай қосыл берсін бесігіне. Күн келіп күн кетпейді ау есігіне. Асау айдай өмір жайдай. Құрметіне жарапазан жайын. Оразаның кезінде оқайтқаным айыпқа. Айтамын жарапазан керегіңе, тілемін шексіз тілек берекеңе. Тілекке шексіз тілек берекеңе, іленер берекелер керегене. Айтамын жарапазан отбасына, тілемін денсаулықты баспасына, тілемін денсаулықты баспасына, амандық келді әркек отбасына. Айтамын жарапазан ауылына,
бірге берсін қауымына, мұңды бірге берсін қауымына, бас иеміз үлкен ел ауылына. Ат тергеу қазақ халқының әлеуметтік және мәдени өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл дәстүр келіндердің береке бірлігі үшін әулеттің үлкен еңбегі көрінісі көрсетілді. Бағдарлама бойынша таныстыру, ат тергеу көрінісі, ауыз ашар, бата, жарапазан қамтылды. Енді осы көшенің атынан Әділетұлы Әділжан Саржайлау әнін сіздерге арнайды. Өлкем, әлдилей берсін деп келем, аңсап келем сағынып, шөлдеп келем Саржайлауым. Саумал бұлақ балдайдарым, сатын самал баурайларым, саялаған беу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Саумал бұлақ балдайдарым, сатын самал баурайларым, саялаған беу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Армысың, ата қоныс жасыл мекен, жуанымды мен сенің, қасымдекен Саржайлауым. Басқаның жер аяғы не ғаламын, жер аяғы өзімнің, қасымдекен Саржайлауым. Самал бұлақ балдайдарым, сатын самал баурайларым, саялаған беу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Самал бұлақ балдайдарым, сатын самал баурайларым, саялаған беу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Құрметті ауылдастар, ауыл азаматтары, ауыл бәйбішелері, ауыл жастары, ұлыстың ұлы күні, наурыз мерекелерің құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, ақ мол болсын, елге амандық, жұртқа тыныштық берсін, өмірлерің көңілді болсын, еңбектерің өнімді болсын, Алла тағала не тілеген тілектеріңді берсін. Қарған балаларым, сендерге бір екі ауыз өлең айтқым кеп, баяғыда осы комсомолдың тойын тойлап, жырын жырлаған апа едім. Енді Құдай айдап, осы наурыз мерекенің үстіне келіп қалған екен. Осы балаларға, жастарға бір екі ауыз өлең айтқым кепті. Қабыл алыңдар. Балаларым, оян. Балаларım, yanaşırım köktemim, öseversen çeşik atıp örkenin. Balalarım, şattığımның mekeni, sendir barda kuvanışım, kuvanışım köpeğim. Sendir barda en aytamın kanşama, gözlerine men karayımın tam sana. Balalarım yüreğimden önesen, karşılıkta tileyim men barşana, barşana. Қайырлы күн ауыл тұрғындары, ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемі жайнатып, әнші құстарды сайратып, наурыз тойын тойлатып, жаңа жыл келді. Ендеше той құтты болсын ағайын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлы мереке халқымызға тек жақсылық әкелсін. Бүгін ұлыстың ұлы күні, ақ түйенің қарны жарылған күн наурыз. Наурыз келді, жайран қақты, таң күліп, жап-жасыл боп кетті дүние жаңғырып. Жақсылыққа жаршы болған наурызым, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Наурыз келсе, құт келгені халайық, есік ашып, шашу шашып, ел болып наурызды қарсы алайық.
жаңа құрылыс таныстыру. Арнайық өздеріңе жырды бүгін, өздеріңмен өтуде бар ғұмырым, Наурыз көше сайысына келіп қалдық, жаңа құрылыс көшесі тұрғынымыз. Тұрады мейірімді жанашыр жан, көршілері күніге жараса қалған, мешіті бар көшеміз, біздер бүгін, үйлеріміз осында жаңа салған. Ақ жаулықты ардақты да апалар, ақ сақалды бата берер аталар, бар біздерде игі жақсы барлығы, бұл сайыста үздік көше атанар. Жаны жайсаң жастарымыз бартағы, алға қарай өз ауылын тартады. Әкелер бар ұл тудырған ұлтына, көп балалы аналар бар алқалы. Наурыз айы мерекеміз көңілде, күле қарап жүрейікші өмірге. Біз де келіп қалдық бүгін ортаңа, бұл сайыстың бас жүлдесін жеңуге. Аламан бәйгеміздің бірінші көрігі бітті. Бірінші орында кетіп бар жатқан Ақшал Олжас ағамыздың аты. Келесі кезекті ұмыт болған ұлттық салт дәстүрлерді жаңғырту мақсатында жаңа құрылыс көшесінің өңешпен қылқындыру көрінісін назарларыңызға ұсынамыз. Бәйше, құда мен көптен бері хабарласпай кетті ғой. Көп болды. Құда сағындым, немеренді сағындым. Өздері келер мекен, бүгін бір түс көрмедім. Ой, міне қасық түсіп жатыр. Ол кісі үйге қонақ келеді деген белгі ғой. Келіп қалатын шығар енді. Кет, бүгін түс көріп. Ассалаумағалейкум, армысыздар құдалар. Ой, оң көзін тартып еді, жақсы келді қалай. Денсаулықтары жақсы ма? Уағалейкум ассалам, құда-құдағыздар, ат көліктеріңіз аман есен кеп қалды. Аллаға шүкір, аман есен кеп. Төрде өтіңіз құдағи, төрде өтіңіз. Төрге шықтыңыздар. Жақсымыз құдағи, өз қалдарыңыз қалай? Айналайын, төрде өтіңіз. Мал жан аман ба? Наурыз мерекесі құтты болсын. Төрде өтіңіздер. Еліміз ырысты болсын. Ас ауқаттан алып отырыңыздар. Аман есенсіңдер ме? Денсаулығың жақсы ма? Бізде бәрі жақсы анашым. Ай балам, серпет. Мына құда-құдағиларымыздың, жиеніміздің келу құрметіне бір малымды сойып дайындай бер балам. Жақсы әке, мен ендіше малымды жайғай берейін. Жақсы балам. Ал құда-құдағи, біз енді сіздерге бұйымтаймен келіп отырмыз. Мына немерем есен тілі шықпай сөйлей алмай жүр. Өңешпен қылқындыру ырымын сіздерге жасатамыз ба деп алдарыңыздан өсуге келіп отырмыз. Құрметті құда-құдағиларым, бұларыңыз жөн екен енді. Қазақтың ежелден келе жатқан ырымдарының бірі өңешпен қылқындыру салт дәстүрі ғой. Оны енді қазағымыз баланың тілі шықпай жатқан жағдайда, баламыз тілі шықсын тезірек, сөзге шешен болсын деп, жаңа сойған қойдың өңешімен қылқындыру салт дәстүрін жасаған. Балам! Ай балам, ана немеремді алып кел, атасының алдына, ағаш атасының алдына кел. Есен балам, жүре ғой. Ай Серікбек балам. О, әке. Бағанақ сойған қойдың өңешін алып келші балам, ырымымыздың. Жақсы әке, біле, бағанақ сойған қойды дайындап, біле, өңешінді алып келсін, дайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ырымымызды Алла тағала қабыл етсін. Баламыз тезірек сөйлеп кетсін, сөзге шешен болсын деп, осы ырыммен баламыздың ырымын жасай кенді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillah, тілі шығып кетсін баламыздың. Bismillah. Ырымымыз қабыл болсын, баламыз сайрап, шешен болып сөйлеп кетсін. Бас аман, дені сау болсын құлынымның. Ал енді, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, баламыздың тілі тез шықсын деп, Алла тағала сөзге шешен қылсын деп, мына бір баламызға арнап бір сүре оқып жүрек. Айналайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuven ahad. Aynalayın, endi mына жерде үлкен адамдарымыз да ауылдың кел қатты дәм тартып. Енді баламыздың тілі тез шықсын, ырымымызды Алла тағала қабыл етсін деп, мына ауылымыздың үлкен бір ақсақалы, Құрылтай атасынан бір бата тілейік. Батаңызды беріп жеріңіз ақсақалы, мына баламызға. Ya Rabbim cebey gör, bereke ver, merey ver, össün örkön tolayın, ak tek aytıp kalayın, ak bataka jay kolungdu, allamasın jolungdu, japar yem jar bolsun, eline ırıspak konsun, Paygambar aruak koldasın, perişten betin doңdasın, жақсы тілек üstünde kıdır bolsun, joldasın, ulus oң bolsun, kayda barsan jol bolsun, ak mol bolsun, ulus baktı bolsun, törttülük aktı bolsun, ulus bereke versin, pale jala jergensin. Ulus günü kazan tolsa, ol жылы ak mol bolat deydi. Үлкен кісіден баталса, сол жылы жол bolat deydi. Әз Наурыз құтты болсын. Елімізге ырыс береке келсін. Амин, Аллаху акбар. Шаңырағыңнан бүлдіршіннің бұлдыры үзілмесін деп тілек айтатын халқымыз бала тілінің жасына сай шығуына ерекше мән берген. Қазіргі кезде дұрыс сөйлемейтін балалардың саны артып барады. Қоғамдағы мәселені көтере отырып, ұмыт болған салт дәстүрді жаңғыртып, адамдарға ой салғымыз келді. Балаңыз 3 жасқа дейін анық сөйлемей, немесе ыммен, ишарамен түсіндіріп жүргенін байқасаңыз, ертеден келе жатқан ырым тиымдарды қолданған абзал екен. Ой, ауылымызға жарапазан айтатын жігіттеріміз де келіп қалыпты. Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, жарапазан айқар, үміт беріп Аққавайдай, көңіл жайлай, Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, жарапазан айқар, үміт беріп қайқар, осы айтқаным айқар. Жарапазан бесігіңе, сылай көрсін бесігіңе, Қошқардай көрсін бесігіңе, Үйдіп кім кетпейді есігіңе. Аққавайдай, көңіл жайдай, Мұхаммед жарапазан, жарапазан айқар, үміт беріп қайқар, осы айтқаным айқар. Аққавайдай, көңіл жайдай, Мұхаммед үміт айтқан жарапазан, жарапазан айқар, үміт беріп қайқар, осы айтқаным айқар. Көңіл жайдай, Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, жарапазан айқар, мініп келем қайыққа, осының күнінде осы айтқаным айқар. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Жаңа құрылыстың көшесінің атына киіз үй тігілді. Тамақ алып ішіне көже ішіңіздер, кіріңіздер, төрлетіңіздер, жоғары шығыңыздар, бізге келіңіздер. Бәрекелді, мына жаңа ауыл көшесіне бір қошемет тұрып қойшы. Өте тамаша, көп рахмет. Алтыбақанымыз да бар. Алтыбақанға барып, балаларыңызды ойнатыңыздар, кішкентай балапандардың көңілін көтеріңіздер. Барлығы осы халқымыз үшін тігілген. Ай, бәрекелді. Бір, екі, үш. Тоқтасын жеңілді. Мерейде бір жеңіс бар. Бір, екі, үш.
Koşup oturmayınlar. Meri ikinci yigitke yetip жатыр. Basta. Kay жеңенің olsa finalga ketesinler. Basta. Nimetullayев жеңіске жетті. Жуанышпенен әрине Қайноллаев қайда? Бірінші екінші орынға таласасыңдар. Демал болсын ба жоқ? Күресе бересің ба? Бағам бер қайда. Usta. Basta. Бәрекелді, рахмет. Олай болса, бірінші орын алған Nimetullayев Жуаныш. Екінші орын алған Қайноллаев Мейрамбек. Үшінші орын алған Мейрамбеков Мерей. Ерланы кетті. Қайда? Баста. 15. Жаңа құрылыс. Баста. Dozu getir. Yürüme. Öttü. Баста. Жеңіс 15 жылдықты. Бұл жастан мен жаңа ұлыс командасы. Дайын ба? Баста. Тоқта. Баста. Önce çıkıp da Basta. Aynen, basta. Böyle cimralılık arkanda. Arka, Yürüyecek çiçekleri. Ya cimralılık valla burada para. Жеңіс өтіп кетті. Екі адам бірдей өтіп кетті 15 жылдықта. Баста. Қасенаған судьяға қой, 20 жылдың жігіттері. Қасенаға арнайсың. Қайтадан бастан бере. Бүгінгі 20 жылдықта жаңа құрылысын
жеңіске жетті. Құрметті Тоғас Батыр мектебінің 20 жылдық түлектері, сіздердің өз туған ауылдарыңызға жасап жатқан игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болсын. Ойшылық ауылының әлеуметтік дамуына қосып жатқан үлестеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Отбасыларыңызға баянды бақыт, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ақсуат ауданының әкімі Ерсін Ескендіров. Дәл осындай текстпен 10 жылдық мектеп түлектеріне алғысын білдіреді. 15 жылдық мектеп түлектері. Тоғас орта мектебінің. Мерей марапатталған Ойшыл ауылдық округының әкімі Тілегеркін Ғазылы Мәселов. 5.000 теңге ақшалай сыйлық демеуші болып тұрған ауыл әкімі Тілек Мәселов. Екінші орын алған Қайноллаев Мейрамбек марапатталады. 10.000 теңге ақшалай жүлде. Бірінші орын алған жүлделі Нұрметоллаев Жұбаныш марапатталады. 15.000 теңге ақшалай жүлде. Арқан тартысы жарысы бойынша 3-ші орын алған 57-ші мектеп бітірген түлектерін марапаттаймыз. Ақшалай жүлде. 10 жылды. Екінші орын алған 10 жылдық мектеп түлектері арқан тартысы жарысынан 10.000 теңге ақшалай жүлде. Бірінші орын алған жүлделі Жаңа Құрылыс көшесі марапатталады. 20.000 теңге ақшалай жүлде. Осымен ауыл әкімшілігінің марапаты аяқталады. Ұлыс оң болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын ағайын. Бәрекелді. Мынау енді құрметті ағайынға Жаңа Құрылыс бәрдеден бірінші орын алды отыр ғой өзі, Арқандан бірінші орын алды, Аламан бәйгеден бірінші келді, Тайдан бірінші келді. Солай ма? Енді қазір әлен 20 жылдарға шақырайықшы, марапаттарды тапсырыңыздар. Ассалаумағалейкум ауыл тұрғындары, тағы да бір сәлемдеспек. Көңіл күйіміз қалай? Қоңа бастағансыздар ма не? Или кім қанша береді деп аңдып тұрсыздар ма? Көңіл күй қалай? Бәлсе өстіп қойсаңыз кішкене сәл болсын. Мына жерде бірінші әуелден осы ең бастысы тұлпарлардың тұяғы сүрінбей, шабандоздарымыз жарақаттанбай, мына Тай бәйге, Құнан бәйге, Аламан бәйгенің барлығы аман есен өткенде қуаныштымыз. Бұл да бір жаратушымыздың осы ұлайда берген бізге нығметі деп ойлаймын. Ардақты ағайын, бәріміз мына Тай бәйгеміздің марапатына назар аударайық. Текст ол. Армысыздар, ағайындар, наурыз құтты болсын. Тоғас Батыр орта мектебінің 2005 жылға бітірген 45-ші түлектердің 20 жылдық аясында ұйымдастырған асыға күткен әз наурыз атты мәдени спорттық шарада 2,5 шақырымдық тай жарысында жүлделі 5-ші орын алған Көзмойшақ. Көзмойшақ қайда міне? Ортаға. Asarka varım. Takımındaki çatıların ben olsun şüpheli ortadan görünemezsin деген niyetteniz. Келесі 4-ші орнымыз осындай мәтінде мұзбалақ. Мұзбалақ деген тұлпарымызға салайша балқып.
Tövbe. Kutlu olsun. Osындай мәтінде жүлделі 3-ші орынға ие болған Золотой атты арғымақтайымыз Тоқшаринов Дастан. Жүлдесі бір қой. Мына жақта жаңа чемпионствоға жетіп жатқан жаңа ұлыс көшесінің арғымағы екен мына жақта. Алдастан, мына жүлдеңіз құтты болсын. Мына қарабас қойдың дұрыстап күтіп бақсаңыздар, артынан бір табын қой ереді. Анағыз соймаңыз, сатпаңыз, 20 жылдықтың атынан өсіріңіз. Ал жарайден олай болса, жүлделі 2-ші орынға жеткен Медина Қасқа, бапкері Кәлімжанов Бейбет. Жүлделі орны бір қой, арғымақтың үстіне бір кілем. Белдеуінен осындай тұлпарлар ешқашан үзілмес, биттерден көріне беріңіздер. Ал енді олай болса, о бірінші орнымыз бас жүлдеміздің текстін оқиық. Тоғас Батыр орта мектебінің 2005 жылы бітірген 45 жыл түлектерінің 20 жылдық аясында ұйымдастырылған армысың асыға күткен әз наурыз атты мәдени спорттық іс-шарада 2,5 шақырым тай жарысында жүлделі 1-ші орын алған бұйрық Гаспар тұлпарымыз Кәлімжанов Амангелді тай бәйгесіне бір тай жүлдесі. Жердің сәл-сәл салғайлығына және батпақтығына қарамай, осындай тайды дайындап Чапайдан кеп отырған азы зомбатымызға бір қолшы балақтап қойып. Ал жаратты. Мына жерде тағды. Мына жерде тағым таланды сыйлықтарына кезек берсек, Ай деген тұлпарымыздың шабандозы Ерасыл деген азаматымызға тай иесі Ерназар. Ал мына жерде Досжан өзі ынталандыру сыйлығын жасап жатыр. 20.000 tenge, 20.000 tenge. Және мына жерде жүлделі орындар қатарына ілініп шауып келген Көзмоншақ атты сәйгүлімізге шапқан осы өзіміздің 20 жылдықтың баласы Юсупжанов Әділжан деген азаматымызға кластастардың жұбайлары келіндердің атынан марапаттауын баландыру сыйлықтар бар екен. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздерді ораза мерекесімен құттықтаймын және наурыз мейрамы құтты болсын деп 45-ші түлектердің келіндері атынан Юсупжан Әділжанға 40.000 теңге спонсор. Какие номер айтсаңыздар, қазір уақыт береміз. Рахмет.
Қыдырханұлы Шыңғыс деген азаматқа 20 жылдың атынан ынталандыру сыйлығы. Осы 20 жылдық аға апайларымыз ауылда осындай түгілі тай жарысын тай жарысын ұйымдастырды деп, сонау жердің алсығына қарамай, анау Семей қаласынан кеп тайдың үстіне қонып шауып жатқан Мейіржанұлы Мирастай ұлдарыңызға тағы бір сыйлық. Олжас. Мейіржанұлы Олжас. Ай, рахмет, тамаша. Ал енді осымен тай жарысымызға арналған марапатталымыз аяқталды. Енді елді шулатып дөбірлеткен көше сайысын марапатына кезек берейік. Тоғас спорт орта мектебінің 2005 жылы бітірген 45 түлектердің 20 жылдық аясында ұйымдастырылған асыға күткен әз-наурыз атты мәдени спорттық шарада салт дәстүр, әдет ғұрыпты насихаттауға арналған көше сайысында екінші орын алған Ақжал көшесі. Ақжал көшесінде бір гол шапалақтайық, тамаша. 50.000 теңге. Құтты болсын Ақжал көшесі. Жүлделі бірінші орын алған жаңа құрылыс көшесі. Құтты болсын жүлделеріңіз. Құтты болсын. Ардақты ағайын, мына жерде құрметті көше тұрғындары, мына көше сайысы деген басталғанына көп жылдар болған жоқ. Сондағы жетіп жатқан жетістігіміз барлық ауылымыздың барлық көшелері дәл осы жаңа құрылыс көшесінде берекелері артып, биіктерге жете берейік. Ауылымыздың берекесі арта берсін. Осымен біздің 20 жылдықтың сіздерге арнаған асыға күткен әз-наурыз атты мерекесі шарасы осымен тамамдалды. Және де қазір құнан жарыс, ат жарыстардың марапатына кезек береміз. Рахмет көп-көп. Енді келесі 15 жылдықтардан шақырайық. 55 түлектердің 10 жылдық кездесуіне ұйымдастырылған Құнан бәйгесінде 5-ші орын келген Айтұмар атты сәйгүлігіміз шабандозы Шакен Әлшер, ат иесі Жұмахан Серікқазы, бапкері Айғази Бауыржан. 5-ші орын. Келесі 4-ші орын келген Жанторы шабандозы Исламбек Елнұр, ат иесі Қашиев Ерлан. 4-ші орын. 20.000 теңге ақшалай сыйлық. Фотоға түсіп oldu, фотоға. Келесі 3-ші орын келген Ерке Қара шабандозы Қыдырханұлы Шыңғыс, ат иесі Кеңесі Бернат. 3-ші орын 30.000 теңге ақшалай сыйлық.
Келесі Құнан бәйгесінде екінші орын келген Нұрғасқа атты сәйгүлік. Шабандозы Юсупжан Әділжан. Бапкері Қанат Руслан. 50.000 теңге ақшалай сыйлық. Ардақ ағайын, мына біздің тайымыз бір жасқа әдей есейтіп, осы інілеріміздің жарысына қосқандықтан да 20 қатынан Нұрғасқаға сәл-сәл ынталандырымыз қабыл алыңыз. Ой, рахмет. Нұрбек бата. Келесі 10 жылдық кездесуінде ұйымдастырылған Құнан бәйгесінде бірінші орын келген Бақтор атты құнанымыз. Шабандозы Дінмұхамедұлы Мейіржан. Бапкері Дастан ағамыз. Бірінші орын 100.000 теңге ақшалай сыйлық. 10 жылдықтың атынан 100.000 теңге ақшалай сыйлық. Жаңа құрылыстың бәйгелері. Аламан бәйгені марапаттаймыз. Олай болса 15 жылдықтар ортаға шақыр екені. Ал енді 15 жылдықтарды марапаттайтқан тынышталайық. Отбасыларыңызда береке бірлік шаттық болсын деп тілейміз. Құрметпен мына жерде 15 жылдық түлектердің атынан ұйымдастырылған аламан бәйгенің марапатын берсек деп тұрмыз. Ассалаумағалейкум ауыл тұрғындары, 15 жылдықтан бұрын ауыл азаматтарының, атбек азаматтарының ауыл шабандоздарға, жас шабандоздарына бір алғыс хаттары бар. Соны ұсынсақ ақшалай сыйлығымен. Ең бірінші мақсат ағамызға, шабандоз емес ол кісіні, осы атбегілерге әрқашан демеу болып жүрген Ойшылық ауылында ұлттық спорт ойыны бәйгені насихаттау мақсатында ат спортына қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіреміз. Сонымен қатар сізге зор денсаулық, күш қуат, ұзақ өмір, отбасыңызға амандық тілейміз. Алдағы уақытта ат спортын дамытып, мәртебесін одан ары көтере беретініңізге сенеміз. Құрметпен ұлттық спорт жанашырлары, Ойшылық ауылының атбегілері Малаев Мақсат ағамызға. Ұлттық спортымыз бәйге спортының мерейін көтеруді мақсат тұтып, Ойшылық ауылының атбек азаматтары атынан алғысқа Дәуітбеков Жамбол, сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен ұлттық спорт жанашырлары, Ойшылық ауылының атбек азаматтары Дәуітбеков Жамбол бүгін аламан бәйгеде де бірінші орын келді. Шабандоздарына сахнаның алдына қатармен тұра қалсаңдар награждениеға. Ұлттық спортымыз бәйге спортының мерейін көтеруді мақсат тұтып, Ойшылық ауылының атбек азаматтарының атынан құрметті Жетібаев Қайырбек, сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен ұлттық спорт жанашырлары, Ойшылық ауылының атбек азаматтары ақшалай сыйлық. Ойшылық ауылының атбек азаматтары атынан құрметті Қызыров Бекзат, сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен Ойшылық ауылының атбек азаматтары. Бекзат пенсияға шықты. Ойшылық ауылының атбек азаматтары атынан құрметті Есдәулетов Диас,
Сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Ойшылық ауылының атбек азаматтары. Тағы бір пенсионерді атқа қойды. Ойшылық ауылының атбек азаматтары атынан құрметті Шакен Әлшер, сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Ойшылық ауылының атбек азаматтары атынан құрметті Исламбек Ернұр, сізді үздік шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен ойшылық ауыл азаматтары. Сондай-ақ ойшылық ауыл атбек азаматтары атынан құрметті Қызырып Әмірхан, сізді жас шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен ұлттық спорт жанашырлары, ойшылық ауылының атбек азаматтары. Ұлттық спортымыз бәйге спортының мерейін көтеруді мақсат тұтып, ойшылық ауыл атбек азаматтарының атынан құрметті Әлібек Бейбарыс, сізді жас шабандоз номинациясымен марапаттаймыз. Құрметпен ұлттық спорт жанашырлары, ойшылық ауылының атбек азаматтары. Алғысқа құрметті Юсупжан Әділжан, Ақсуат ауданының бәйге ұлттық спортын дамытуына қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта ат спортын дамытып, мәртебесін одан әрі көтере беретініңізге сенеміз. Ақсуат ауданы бұқаралық және ұлттық спорт ойындарының орталығы директоры Дулат Бауыржанұлы ауданнан әлі отыр. Юсупжан Әділжан. Дәл осындай алғыс хатпен Дінмұхаметұлы Миржан, Байжан, Мағжан марапатталады. Мағжан. Солар наградасын алып алған ауданнан. Рахмет барлықтарыңызға. Ауылдың атбегі жігіттері және де мынау 15 жылдықтарын андай үлкен бір марапат жасап отыр. Өте жаңа бастама. Бүгінгі Аламан бәйгені Тоғас Батыр атындағы орта мектепті 2010 жылы бітірген 50 түлектер 15 жылдық кездесу өткізіп отырмыз. Тоғас Батыр орта мектебін 15 жылдық өткізіп отырған ауылда бірінші рет қоймыз Аламан бәйге өткізіп отырған. Өздеріңіз тәрбиелеп білім беріп өсірген шәкірттеріңіз қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде әртүрлі қызмет атқаруда. Сол шәкірттеріңіздің азғантай ауыл азаматтарына осындай тарту ретінде Аламан бәйге ұйымдастырып отырмыз. Соны жаңағы орын алған Аламаннан аттарды марапаттап өтсек. Тоғас Батыр атындағы орта мектебін 2010 жылы бітірген 50 түлектердің мектеп бітіруіне 15 жыл толуына орай ұйымдастырған Аламан бәйгеде жүлделі 5-ші орын алған үшін Ақбақай атты бапкері Сапашев Тәңірберген, шабандозы Шакен Әлшер. 20 мың теңге ақшалай сыйлық. Шабандозға үздік шабандоз статуэткасымен марапат. Марапаттауды жүргізетін 50 түлектердің әкелеріңіз марапаттайды. Ниязов Сайлау ағамыз, Асқарбек аға. Тоғас Батыр атындағы орта мектептің 50 түлектерін ұйымдастырған Аламан бәйгеде жүлделі 4-ші орын алған үшін 3 қоңыр атты ат марапатталады. Бапкері Өмірбековтер әулеті, шабандозы
Миржанұлы Олжас 30.000 теңге ақшалай сыйлықпен марапатталады. Шабандозға арнайы үздік шабандоз статуэткасымен марапатталады. Бүгінгі Тоғас Батыр атындағы орта мектептің 50 түлектерінің 15 жылдық толуына орай ұйымдастырған аламан бәйгеде жүлделі 3-ші орын алған үшін локо атты ат марапатталады. Бапкері Исламбеков Ербол, шабандозы Исламбеков Ернұр. 50.000 теңге ақшалай сыйлықпен марапатталады. Арнайы медальмен марапатталады. Тоғас Батыр атындағы орта мектебінің 50 түлектерінің ұйымдастыруымен 15 жылдық кездесуіне орай ұйымдастырған аламан бәйгеде жүлделі 2-ші орын алған ат Кердауыл атты Танамырза ауылы, бапкері Слянғазин Дума, шабандозы Ерасыл 70.000 теңге ақшалай сыйлықпен марапатталады. Бүгінгі Тоғас Батыр атындағы орта мектебінің 2010 жылы бітірген 50 түлектердің 15 жылдық кездесуіне орай ұйымдастырылған аламан бәйгеде 1-ші орын алған үшін Балақоңыр атты ат марапатталады. Бапкері Әлімжанов Серік, шабандозы Дәуітбеков Жамбол, жаңа құрылыстың атынан шапқаны құтты болсын. 100.000 теңге ақшалай сыйлықпен марапатталады.